Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансая. Бүгін сіздермен осындай мини пицца мектепке балаларға арналған жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қамырын ашытамыз, жылы суға дрожжыны қосып, қантын қосып, араластырып қоямыз. Ұнымызға тұзды қосып, бір араластырып, сумай құйып, нан ашытатын боламыз. Нанды еле болған соң 1 сағатқа ашытып қоямыз. Қамырымызды ашыды, дайын болды. Енді қажетті заттың бәрін турап алдын ала дайындап алдым. Қамырды осылай кішкентай бөліктерге бөліп, домалақтап, противнге қойып қоямыз 10 минутқа көтерілгенше. 10 минуттан кейін өстіп жұқартып ортасына кетчуптан жақсаңыздар болады. Кетчуппен дәмі өте керемет болып шығады. Осылай кетчупты жағып, колбаса қостым. Сіздерде помидор, қияр болса қосып жіберсеңіздер болады. Осылай колбасаны ұсақтап турап, колбаса салдым. Одан соң сыртынан сырын сеуіп, духовкаға 180 градуста 20 минут пісіруге жібереміз. Мінекей өте керемет болып шықты. Жұмсақ, үлпілдек дәмі деген тіл үйретін мен балаларыма қатты ұнады. Сіздер де жасап беріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.